Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен қарапайым вареникидің рецептімен бөлісемін. Салмасына бүгін мен картоп пен сары майға қуырылған пиязды қолданамын. Картоптан басқа салмасына ірімшік, тосап қоссаңыз болады. Қамыры езілмейді, жыртылмайды, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ең алдымен ұнымызға қайнап тұрған 2 стақан суды құямыз. Міндетті түрде қайнап тұрған болу керек. Сол кезде қамыр, егер сіз қатыратын болсаңыз мұздатқышта, ол қамыры жарылмайды, жыртылмайды және сынбайды. Сосын оның үстіне май құямыз, сұйық май. Бұл біздің қамырымыздың икемді болуына көмектеседі. Жұмыртқа қосамыз, қамыры езілмейді. Орташа жұмсақтықта қамырды илейміз. Қамырды бірнеше қайтара илеу керек. Сол кезінде июі қанып, жаюға, түйуге жақсы болады. Қамырымызды осылай бөлшектерге бөліп, жаюға дайындап қоямыз. Мен мұнда картопты қайнауға қойдым. Осылай пісіріп аласыздар. Сосын пиязды майда қылып турап, сары майда қуырып аламыз. Сары май және кішкене сұйық май. Майды қосып, татымына қарай тұз, бұрыш салып, картоппен араластырамыз. Сіздерге қалай ыңғайлы болады, солай жайып алсаңыз болады қамырды. Мен осылай 2 түрін көрсетемін. Осылай жеке-жеке жайып, дайын болған картопымызды салып, салмасын. Осылай шетін қаттырақ басып, түйіп шығамыз. Немесе осылай қамырды жайып, дөңгелек формамен осылай кесіп шығып, түйсеңіз де болады. Қайсысы ыңғайлы, соны қолдансаңыз болады. Мен көбінесе осылай жасаймын, уақыт үнемдірек болады. Осылай салып, жаңағыдай шетін қаттырақ басып, түйіп шығамыз. Уақыт бар кезінде осылай түйіп дайындап, морозилникке қатырып қоюға болады. Бұл әдісті көп қыз-келіншектер біледі. Өте ыңғайлы. Дайын болған вареникиді тұзды суға салып, қайнағаннан соң 5 минут қайнатып аламыз. Вареникиларымыз дайын болды. Мен осылай бетіне сары май мен пиязды қуырып, тағы да қостым. Қаймақпен сынсаңыз болады, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге үлкен алғыс айтамын, менің каналымның дамуына үлес қосқандарыңыз үшін. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!